YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін өте оңай және тез дайындалатын пончиктердің рецептімен бөлісетін боламын. Жасалуы да қарапайым, дәмі дәл дүкендердікіндей болып шығады. Осылайша әдемі етіп упаковкілеп сатылымға шығарсаңыздар да болады. Бізге ең алдымен жылы сүт, қант, дрож және бір жұмыртқа қажет. Жақсылап араластырып, ерітілген сары майды құямыз. Сары майымызбен араласқаннан кейін ұн салып, жабысқақ қамыр илейміз. Қамырымыз көтеріліп, жақсы болып ашығаннан кейін оны екіге бөліп, қамыр жаятын боламыз. Жайылған қамырымыздың қалыңдығы 3-4 сантиметрде болады. Қатты қалың да жұқа да етпейміз. Жақсылап осылай жайғаннан кейін оны дөңгелек формалармен кесіп аламыз. Кескеннен кейін ортасын осылай бөліп алсаңыздар болады. Сәл 20 минутқа қалдырамыз, көтерілуі керек қамыр. Көтерілгесін қатты отта қызып тұрған майда осылай екі жағын қызарғанша аунатып пісіріп аламыз. Менде осындай пончиктер дайын болды. Дайын болған пончиктерімізді енді өзіңіздің қалауыңызша әрлеулеріңізге болады. Менде пончиктердің жартысын Қазақстан шоколадқа батырып жасадым. Қазақстан шоколад пен майды сәл ерітіп, осылай батырып алдым да, оның бетіне посыпкалар септім. Дәмі енді өте ерекше, дәмі тәтті. Дәл дүкендердікіндей болып шығады. Міне бөлген кезде де көріп тұрсыздар, тығыз және ортасының барлығы толықтай піскен. Осылай сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Рецепт оңай. Ұнаса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.